сіздерге қызмет еткен мақсат толықпай, арнайы 31 канал үшін осындай жақсы тойда жүзгенше аман сау болыңыздар. Қыздардан микрофон. Қайырлы кеш ағайын. Бүгін мінекей өзіміздің дәстүріміз бойынша ұзатылып бара жатқан қыз өз елімен, өз жерімен қоштасып, сыңсуын айтатын болған. Сондай-ақ бүгін міне әсел қыздарыңыздың сыңсуын қабыл алыңыздар. Ендеше қызымыздың жолы әрдайым ашық болсын. Ешқашан қара жолдары болмасын. Тек қана ақ жолдары болсын деген ниетпен қызымыздың ақ жолын төсейік. Барған жерінде бақытты болсын деп тілейміз. Қыздар кіріңіздер. Мінекей,
осы қызымыздың өмірі осы кілемде өрнектелген оюдай мәңгі құралып кетсін деген ниетпен қызымыздың жолына осы құралған кілемді төсейміз. Қызымыздың қасына ата-анасын шақырсақ. Мінеке ағайын, бүгін міне еліміздің еркесі, әулетіміздің үкілеген үміті әсел қызымызды өз ясынан ұзатқалы жатырмыз. Ал еркешім, бүгін міне өз еліңмен, өз жеріңмен, сырласындай болған жеңгелеріңмен, дос жарандарыңмен, құрбы құрдастарыңмен, көрші аға жеңгелеріңмен қоштасатын сыңсуың болсын. Қыр гүліндей қызғалдақтай көз тарттым, аспанымда айым боп нұр төктің, өзіңде көркем едің, құшағымда електей еркеледің. Я, қатарың алды болсын деп білім алуға, елге қызмет етуге жол көрсеттік. Тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, аялап, мәпелеп өсірдік. Енді міне өз сыңарыңды тауып, ұшып барасың. Біледі ғой қимастықтың өлшемін, ана болып, әке болып көрсекін. Өз қолымен өз өзіп бергендей, жүрегінің ең қажетті бөлшегін демекші. Қызымыздың асқар тауыт әкесі, өзінің еркетай қызына барлық білім тәрбиесін бойына сіңдірткен. Тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, аялап өсірген асқар тауыт әкесі өзінің еркетай қызының маңдайынан иіскеп, қоштасуын сұраймыз. 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, бір қолмен тау бесікті тербетсе, бір қолмен мына әлемді тербеткен қызымыздың асылда аяулы анасы өзінің еркетай қызына барлық білім өнегесін бойына сіңірткен. Қазағымыз айтады ғой, қызы қырық үйден тыю деп. Сол барлық ырым тыйымдарды бойына сіңірткен асылда аяулы анасы өзінің еркетай қызының маңдайынан иіскеп, қоштасуын сұраймыз. Ал еркешім, қатарың алды болма, көз теді, арты болма, сөз теді. Ортасында осы әшекей сияқты жарқырап құлпырып жүре бері. Бұл әшекейде моншақтар өте көп. Сол моншақтар секілді перзенттерің көп болсын айналайын. Мінекей салт дәстүр бойынша ұзатылып бара жатқан қызға анасы өзінің құнды дүниелерін табыстаған. Сондай-ақ бүгін міне қызымыздың анасы сол барған жерінде өзінің еркетай қызы қандай іс бастаса да, қандай бұйым жасаса да, берекелі де мерекелі болсын деп қызымыздың қолына анасы білезік таққалы жатыр ағайын. Қазағымыздың дәстүрі бойынша ұзатылып бара жатқан қызға анасы сәукеле кигізген. Сәукеле әйел өміріндегі ең мағыналы да сәтті кездердің бірі болып табылады. Осы алтынмен апталған, күміспен көптелген сәукелемен барған жерінде бағашылсын деп анасы сәукеле кигізгелі жатыр. Мінеке ағайын, осы қызымыздың
жолы әрдайым осы ақ маржандай мамық, ақ болсын деген ниетпен қызымыздың жолына ақ маржан шашамыз. Осы қызымыз ақ маржаннан аттап өткеннен кейін сіздерде осы шашудан қабыл алыңыздар. Сіздерде ұлдарыңызды яға, қыздарыңызды қиясына қондыруына тілектеспіз. Әрине ағайын, қызымыз ақ маржаннан аттап өткеннен кейін қызымыздың жолын бөгемейік, бетінен сүймейік. Қызымызға да оңай болып тұрған жоқ. Сондықтан қызымызды түсінейік. Ал енді еркешім, мінекей өз яңнан ұзатқалы жатырмыз. Сол мінекей осы алда басталып келе жатқан өмір жолың әрдайым ашық болсын деп, сол кісілердің жасын, өмірін, бақытын берсін деп, осы әулетіміздің көне көз қариясымен ақ жаулықты анасынан ақ батасын сұрасақ. Бәрекелді. Гүлжамал апамыз, батаңызды берсеңіз алдымен. Батаңызды беріңіз. Әмин. Бақытты болыңдар, өмірлеріңіз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Өмірде тату-тәтті өмір сүріңдер. Тек жақсылық болсын. Әумін айтқансыз. Әмин. Осы тойда айтылған барша жақсы тілектер періштенің құлағына шалынсын. Мінекей ендеше қызымыздың жолы ешқашан жаңа ғана жанып келетқан шамшырағы ешқашан сөнбесін деген етпен қызымыздың асылдай оланасы, қызымыздың шамшырағын жағып беріңіз. Қошемет ағайын, қызымыздың ошағын жағып берді. Ошағы мәңгі лаулап жана берсін, ешқашан сөнбесін. Осы жаңа бастап келе жатқан өмір жолы анасының, ақ жаулықты әжесінің жолын берсін. Ал еркеші, мінекей өзіңді ұзататын сәтте келіп жетті. Сол барған шаңырағыңа тастай батып судайсың. Сол барған шаңырағыңның от анасы бол, ошағын сөндірме жанын. Құзатларды артына қарамаған, сен де артыңа қарамастан, сол Алла тағаланың нәсіп еткен өз еліңе, өз ақ отауыңа аман есен жет. Ақ жол періштем, ақ жол. Барған жерде бақыт болсын. Ақ жол тілей саған ағайын. Жүрегімнің барасын, ұзатылып өзгеге барасын. Барған жерді бақытты қыл жан қызым, қосағыңмен тауып бірге жарасын. Бас иемін бабалардың салтына, мұра қылып тастап кеткен халқына. Босағадан аттап шығар кезіңге, алаңдама, қарайлама артыңа. Жылама қызым, жат жұрттық боп туғансың. Жылама қызым, қадамыңа гүл жаусын. Жылама қызым, жылама қызым, жасқа тұнып жанарың. Жылама қызым, сәтті болсын қадамың. Жылама қызым, жылама қызым. Ағайын, өтініш, қызымыздың жолын бөгеме. Бақшамдағы жайнап өскен гүл едің,
әшкең сен білмейтін босаған күтіп тұр. Сен танымайтын басқа ортан күтіп тұр. Сені бір Аллаға ғана мәлім болашақ күтіп тұр. Биіктерге тек иманмен ғана жету керек екен. Қадірлі қонақтары, Бара ғой қыз. сіздер де осындай тойға жетіңіздер. Шырағымен жаққан, қарсы алсын шуағыңмен ақтан.